шыңына жетуі. Free Fire бір кездері мобил ойын әлемін жаулаған жоба, бірақ ол қайдан шықты, қалай тез танымал болды, қазір неге ойыншыларын жоғалтып жатыр? Бүгін мен осының бәрін нақты және қызықты етіп айтып беремін. Экраныңа жабысып отыр. Және егер сен Free Fire ойнайтын болсаң, лайкты, подписацияны басып жабыстырып таста. Free Fire қалай пайда болды? 2017 жылы Вьетнамда орналасқан 111 Dot Studio атлы кішкентай студия PUBG-дан ілхамданып, бірақ слави телефонларға да қолайлы мобил Battle Royale жасауға кіріседі. Free Fire PUBG-дан ілхамданып жасалған ойын. Оны жаратқан адамдардың өздері де мойындаған. Сол 2017 жылы Garena компаниясы бұл жобаны сразу сатып алып, тарату құқығына ие болды. 30 ноябрь бета нұсқа жарыққа шықты. 4 декабрь Free Fire ресми түрде жарияланды. Ол кезде графика өте қарапайым, анимациялар шектеулі, картада кішкентай болған. Дәслепкі кемшіліктер мен өзгешеліктер. Қозғалыс анимациялары дөрекі, графика бұлыңғыр, персонаж саны аз болды. Ал лобби міне. Бірақ артықшылығы слави телефонда да жақсы ойналуы. Қалай тез танымалы болды? 2018-2019 жылдары әсіресе Латын Америкасы, Индия, Индонезия, даже орталық Азия, яғни біз жақта миллиондаған ойыншы тартылды. Төменгі техникалық талаплар жарлы елдердегі жастар үшін қолайлы болды. Ойлаш, сол кезде мынандай телефонмен де ойнауға болатын еді. Wake up to reality. Әмде YouTube пен TikTokқа контент жасаушылар арқылы тегін реклама тез таралды. Сонымен қатар Garena күнделікті ивентлер, скиллер, тегін сыйлықтар, жарыстар және регионлық турнирлерді енгізіп, адамдарды ұстап отырды. Авторлық құқық дауы және PUBG мен жанжал. 2022 жылы PUBG-дің иесі Krafton компаниясы Garena-ны сотқа берді. Айып Free Fire мен Free Fire Max PUBG-дің геймплейін, карта құрылымын, айрым визуал элементтерін көшіріп алған. Google мен Apple да сотқа тартылды. Себебі олар Free Fire-ды өз платформаларында тарата берді. Қызығы, бұл сот елі толық шешілмеген. Free Fire көтеріліп атқан PUBG көре алмады да, содан кейін сотқа берген шығар. Ля ты крыса! Free Fire-дың рауажлануы менен коллаборациялары. Танымал адамдармен DJ Alok ойындағы ең танымал персонаждың бірі. Шын өмірде бразилиялық DJ. Бұрынғы Кашмир, әзіргі Камил, Индис DJ. Арнайы музыкамен шыққан. Роналдо Кроно персонажы ретінде 2020 жылы пайда болды. Роналдоны шын өмірде кім екенін білеміз. Джастин Бибер 5 жылдық туған күнге арнайы концертпен қатынасты. Ал шын өмірде қосқышы. Танымал брендтермен Макларен 2021 жылы, Lamborghini 2024 жылы. Сонымен қатар Атако Титанов, One Punch Man, Demon Slayer анимешниклерді қуантты. Және де Netflix пен La Casa de Papel. Сонымен қатар Street Fighter, Venom, Spider-Man, Marvel және Capcom брендтермен. Неге соңғы жылдары ойыншыларын жоғалта бастады? Короче, тастайым мен Free Fire. Бірінші, пайда үшін жасалған көп скиллер, pay to win сезімі. Екінші, читтерлердің көбеюі. Үшінші, дым жиі өзгерістер. Кейбір олд ойыншылар үшін ойын өзінің шынайы сезімін жоғалтты. Тастайым Free Fire. Төртінші, жаңа ойындар. Мысалы PUBG Mobile, Apex Legends Mobile, Free Fire-ға конкурент болды. Бесінші, айрым елдерде үкімет тарапынан тыйымлар болды. Мысалы 2022 жылы февралда Хындыстан үкіметі Free Fire ойынына тыйым салды. Себебі оны қытайлық компаниялармен байланысты деп милли қауіпсіздікке қатер төндіреді деп ойлады. Десек те 2024 жылы Garena Индияда жеке сервер ашып, қауіпсіздік талапларын орындап Free Fire Max нұсқасын қайта іске қосты. Соған дейін индислер FF ойнамайды дейсіз бе? Қайдағы VPN бар ғой VPN. Қызықты фактілер. Free Fire 1 миллиард жүкленуден асқан алғашқы Battle Royale ойындарының бірі. 2020 жылы Google Play-де Best Popular Vote Game титулын жеңіп алған. 2020-2021 жылдары Free Fire YouTube-та ең көп стримленген мобил ойын болған. Әзірде Free Fire-ды айына шамамен 76 миллион адам ойнайды. Бұны 4 Қазақстанның, ал 2 Өзбекстанның адамларының лума санына теңдестіруге болады. Так что Free Fire ойналмай қалып қойып атырған жоқ. Тек қана олд ойыншылар кетіп атыр, ал жаңалары күнде қосылып ойынға әбден қызығып атыр.